Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен осындай өте ыңғайлы жылы жилет тоқитын боламыз. Бұл жилетті спортты классикалық киіммен де үйлестіріп кие беруге болады. Бұл жилеттің ең ыңғайлысы өте жылы болып келеді, себебі 100% жез жібінен тоқылды. Сіз де жіп таңдаған кезде өте жылы, сапалы жіпті таңдасаңыз болады. Олай болса, біз тоқымамызды бастаймыз. Жилет SM размеріне арналып тоқылды. Мына жіпті пайдаландым 575 метр, 2 жіппен қабаттап тоқыдым. 3,5 метрлік бізді пайдаландым. 215 грамм жіп кетті. Жалпы жилеттің ұзындығы 60 сантиметр. Ал қолтыққа дейін ұзындығы 42 сантиметр. Резинкаға дейін ұзындығы 35 сантиметр, резинкасы 7 сантиметр болды. Қолтық ойығы 18 сантиметр, жалпақтығы 50 сантиметр болды. Одан кейін қолтық резинкасы 4 сантиметр, 16 қатар қысқарттым. Мына мойын ойығында 16 сантиметр. Міне осы жіп пайдаланылды. Түсі өте әдемі болып келеді, графит түсті. Мына жерде жіптің атауы метрі жазылған. Мен өзіме осы түсі өте қатты ұнады. Енді әрі қарай мен сіздерге түсіндіріп айтайын. Мына жерде ең алдымен резинка тоқып аласыздар. Мен 180 ілмек іліп шықтым да. Мына жерде көрсетіледі сіздерге 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 қатар резинка тоқыдым. 180 ілмекті іліп алғаннан кейін, одан әрі қарай бірыңғай оң етіп тоқып шықтым. Одан соң өздеріне сізге қажетті ұзындық пайда болғанға дейін оң етіп тоқи беретін боласыздар. Біз қазір сол жерде кездесетін боламыз. Міне менің өзіме қажетті ұзындық тоқылып шықты. Яғни бұл қолтық ойығына дейінгі ұзындық болып табылады. Енді біз осы жерден жилетімізді екіге бөлетін боламыз. Басында айтқандай 180 ілмек ілсек, енді біз оны екіге бөлсек, 90 ілмектен бөліп шығатын боламыз. Міне екінші бізді алдым. Осы бізге 90 ілмекті іліп шығатын боламын. Міне алынған бізімізге 90 ілмек ілінді. Бұл яғни алдыңғы тұсы, бұл шығып кетпесі үшін осылай бізбен байлап қойсаңыз болады. Қаттырақ етіп енді мына арқа тұсын біз тоқитын боламыз. Яғни қолтық ойығы өте ыңғайлы болу үшін біз қысқартатын боламыз. Ең алдымен мына теріс жағын еш өзгеріссіз тоқып шығамыз. Міне оң жағына келдік. Бірінші ілмекті іліп аламыз. Одан соң тағы біреу тоқимыз. Мына екеуін қысқартатын боламыз. Ең алдымен жібімізді оңға қаратып аламыз. Одан соң екеуін біріктіріп тоқимыз. Міне біріктіріп тоқимыз. Одан соң оң тоқи береміз. Ең шетіне дейін баратын боламыз. Оң етіп тоқыдық. Ең соңына келдік міне. Енді бұл жерде бізде 4 ілмек қалу керек міне. 4 ілмек қалды. Осы 4 ілмекті екеуін мына жерде шығып кетті. Міне екеуін бірге тоқитын боламыз. Яғни бұл сол жаққа онсыз да қарап тұр. Одан соң бір ілмекті тоқимыз. Ең соңғысын теріс тоқитын боламыз. Теріс қатарды еш өзгеріссіз тоқып шығатын боласыздар. Енді біз келесі қатарды қысқартатын боламыз. Міне бірінші ілмекті іліп аламыз. Бір ілмекті оң тоқимыз. Одан соң мына екі ілмекті айналдырып отырып солға қаратып аламыз. Одан соң екеуін бірге тоқимыз. Оң тоқып шығамыз. Қатар соңына дейін ілмектердің барлығын. Міне соңында 4 ілмек қалды. Осы 4 ілмектің екеуін біріктіріп тоқимыз. Бір ілмекті тоқимыз. Одан соң ең соңғысын теріс тоқимыз.
осылай қайталап тоқи беретін боласыздар. Теріс қатарды еш өзгеріссіз тоқисыздар, ал оң қатарды қысқартып отырасыздар. Осылай өздеріңізге қажетті ұзындық пайда болғанға дейін тоқисыздар. Міне мен өзіме қажетті ұзындық шықты. Яғни біз сіздермен қазір санайтын боламыз. Мына жерде өзі көрініп тұрады қысқартылған ілмектер. Қазір сіздермен санаймыз. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай қысқартылған ілмек өзі көрінеді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ілмек қысқарттым. Яғни теріс қатарды еш өзгеріссіз тоқығанда 32 қатар тоқып шықтым. Одан соң еш өзгеріссіз мына жерінде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яғни екеуден санап шықтым. 14 қатар тоқып шықтым, еш өзгеріссіз. Енді мына жерге ілмек түйреуіштерді іліп қойған себебіміз біз қазір арқа тұсындағы мойын ойығын жасайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай тура ортасынан бөлдім. Қазір сіздермен бірге біз тоқитын боламыз. Теріс қатарда бағана айтқандай еш өзгеріссіз тоқимыз. Мен сіздерге қысқартылған кезде қанша ілмек қалғанын айтпаппын. Яғни ең алғашында 90 ілмекті іліп алдық. 180 ілмек ілсек, оны екіге бөлгенде 90 ілмек болды. Одан кейін жаңа бір қолтық тұсынан 16 ілмек қысқардық. Екінші қолтық тұсынан 16 ілмек қысқардық. Сонда 32, 90-нан 32-ні алып тастаған кезде бізде 58 ілмек қалды. Сол 58 ілмекті тура ортасынан бөліп алып, екі жаққа қарай мойын ойығы пайда болу үшін қысқартатын боламыз. Біз жаңа 29 қылып екіге бөлсек, мына сары түйреуіш пен алқызыл түйреуіштің ортасында 6 ілмек қалдырамыз. Сонда 26 ілмектен 2 бөлікке бөлінеді. Осы қатардан бастап теріс тоқып мойын ойығын қысқартатын боламыз. Қазір мен сіздерге 26 ілмекке келген кезде не істеу керектігін көрсететін боламын. Міне біз осы жерде мына сары түйреуіште мойын ойығын қысқартатын бастайтын боламыз. Ал мына алқызыл түйреуіш пен сол сары түйреуіштің арасында қысқартып отырамыз. Ал осы алқызыл түйреуішке дейін бұл иығы болып есептеледі. Қазір барлығын теріс тоқып шығамыз. Сосын ең алғашқы қысқартуымызды бастайтын боламыз. Теріс тоқи береміз осылай. Міне сары түйреуішке де келіп қалдық. Мына ілмекті тоқимыз, ал ең соңғы 26 ілмекті тоқымаймыз. Мына ілмекті тоқымаймыз, ілмекті іліп аламыз, жіпті өткіземіз де бізімізді айналдырамыз. Жаңағы бос жіпті ұстап айналдырамыз. Ол жіп астында қалатын болады. Міне осылай бірінші ілмекті іліп аламыз да әрі қарай оң тоқитын боламыз. Бұл кезде теріс қатарда мойын ойығын қысқартып отырсақ, оң қатарда еш өзгеріссіз тоқып отыратын боламыз. Қазір барлығын оң тоқып шығамыз. Міне екінші қатарды теріс тоқитын боламыз. Мына тоқып жатқандарыңыз қазір алқызыл түйреуішке дейін бұл иығы болып есептеледі. Яғни бұл жерде бізде қысқармайды, үнемі тоқып отыратын боламыз. Сосын екі жақты біріктіріп тігетін боламыз.
Міне осы жерден жаңағы жасыл сары түйреуішке дейін қысқаратын болады. Енді біз қазір мына жерде 1, 2, 5 ілмекті қалдырып кетеміз да, 6-шы ілмектен жаңағыдай жібімізді теріс айналдырамыз. Міне ілмекті ілеміз, жібімізді айналдырып аламыз. Сары түйреуіштен 5 ілмек қалды. Енді тағы да еш өзгеріссіз 10 қатарды тоқып шығатын боламыз. Қазір теріс қатарда кездескенше. Міне 3-ші теріс қатарға келдік. Барлығын теріс тоқып шығамыз. Бұл иық бөлігі еш өзгеріссіз қалатын. Міне мына түйреуіш пен жаңағы сары түйреуіштің арасы өзгеріске ұшырайды. Айналдырып аламыз. 1, 2, 3, 4. Тоқыдық төртеу, мына жерде 5 ілмек қалды. Енді төртеуін қалдырамыз. Бұлай ілмегімізді іліп аламыз, жіпті айналдырамыз. Жіпімізді ұстап тұрамыз да. Ілмектен іліп алып, оң тоқып шығамыз барлығын. Түйреуішімізді іліп аламыз. Барлығын оң тоқимыз. Міне тоқып болдық. Енді тағы да қысқартатын боламыз. Теріс қатар тоқимыз. Барлығын теріс тоқимыз. Түйреуішімізді іліп аламыз. Міне мына жерде бізде енді қазір қайтадан міне 5-еуінде, 4-еуінде, одан соң 3 ілмекті қалдырамыз да, осылай бірінші дегідей қайталап шығамыз. Яғни жіпті өткізіп алып тоқымаймыз. Мына ілмектен өткіземіз. Қайтадан оң тоқып шығамыз. Түйреуішімізді өткізіп аламыз. Қатар соңына дейін оң тоқимыз. Соңына келді қатардың. Соңғысын теріс тоқимыз. Біздің тоқымамыз айналып қалды. Оң қаратып аламыз барлығын. Міне бізде осылай мойын ойығы әдемі болып пайда бола бастады. Міне осы жерден бастап қысқарттық. Сары түйреуіштен ал қызыл түйреуішке дейін қысқарттық. Енді әрі қарай тоқимыз, жалғастырамыз. Біз қазір иық тұсын жауып шығатын боламыз. Міне жіпті ілмекті өткіземіз, келесі жіпті алып шығамыз. Теріс тоқимыз. Бізіміздегі келесі ілмекті үстінен алып шығамыз. Осылай біз 13 қатарды жабатын боламыз. Біз ең соңғы ілмегімізді міне жабатын боламыз. Осылай бізде енді иық тұсы дайын болды. Алдыңғы бөлікті аяқтаған кезде екеуін біріктіріп тігіп шығатын боламыз. Мінекей. Енді біз жаңағы мойын тұсы ойығын жасаған кезде ілмектерді тоқымай алып шықтық. Енді сол жерді тоқитын боламыз. Сол үшін мына жаңағы өткізген жіпті тоқымай көтеріп келесі ілмекке кіргіземіз да, екеуін бірге тоқимыз. Сол кезде бізде тұтас болып шығады, яғни тесік қалып қоймайды. Міне теріс тоқимыз. Теріс тоқимыз. Мына жерде біз жаңа тоқымай жіпті астынан өткізіп, осы жердегі жіпті көтереміз, екеуін бірге тоқимыз.
теріс тоқимыз. Мына жерде жаңағы өткізген жіпті көтеріп алып шығамыз да екеуін бірге тоқитын боламыз. Екеуін бірге тоқыдық. Енді ілмекті алып тастаймыз. Барлығын теріс тоқитын боламыз. Бізде мойын ойығы жартылай бұл. Қазір біз жарты тұсынан осылай ойық жасайтын боламыз. Біз бірінші бөлікте теріс жағынан мойын ойығын жасап отырсақ, енді қазір біз теріс жағынан тек қана тоқып, еш өзгеріс. Оң жағынан тура жаңағы жасаған секілді есеппен қайталайтын боламыз. 5-еуін қалдырып, одан соң 4-еуін, одан соң 3-еуін, одан соң ең соңғы 1-еуін тоқымай жіптерді алып басыңғы бөлігінен өткізетін боламыз. Енді оң тоқыған кезде қалай жасалады, мен сіздерге соны бір түсіндіріп кетейін. Жібімізді аламыз да айналдырып аламыз, жаңағыдай тоқымаймыз, астыңғы жағынан айналдырып теріс тоқып шығамыз. Осылай тура жаңағы есеппен өздеріңіз қайталап тоқып шығатын боласыздар. Міне бізде дайын болды. Оң жағынан да 13 ілмек қалдырдық мойын иық тұсына. Міне осылай мойын ойығы топ-домалақ болып пайда болды. Міне екі тұсынан қысқарттық. Енді біз қазір ортаңғы бөлігін тура иық тұсын жапқандай жауып шығуымызға болады. Немесе жаппай-ақ осы бізде қалдыруымызға да болады. Бізді айналдырып қойып, қазір екеуін біріктірген кезде мойын бөлігін сол кезде жапсаңыз да болады. Мен қазір жауып шығатын боламын, тура жаңағы иық тұсын қайталағандай. Міне бізде арқа тұсы толықтай дайын болып шықты. Екі қолтық ойығын қысқарттық, мойын ойығын жасадық. Енді қазір алдыңғы бөлігі дайын болған кезде мына жағы осылай қысқартатын боламыз. Алдыңғы тұсынан, иық тұсынан қысқартатын боламыз. Сосын екеуін біріктіріп қоса салатын боламыз. Енді қазір мен сіздерге қалай қысқартады, соны көрсететін боламын. Бірінші жарты бөлігін қысқартып аламыз. Жарты бөлігінде қолтық тұсынан, сосын алдыңғы В тәрізді мойын ойығын қысқартатын боламыз. Ең алдымен жібімізді алдық, тоқыдық, бір ілмекті тоқимыз, екеуін біріктіріп қысқартатын боламыз. Келесі қысқартатын бөлікке дейін тоқып шығамыз барлығын. 90 ілмекті тура ортасынан бөлген кезде 45 ілмек қалады. Сонда қазір біз бірінші 45 ілмекті қысқартып шығамыз. Одан соң келесі 45 ілмекті қысқартамыз. Сонда тура екеуі бөлігі бірдей болып шығатын болады. Қазір бізде 3 ілмек қалу керек. Барлығын асықпай тоқып шығамыз. Міне бізде 3 ілмек қалды. 3 ілмектің екеуін солға қарай біріктіріп тоқимыз. Одан соң бір ілмекті тоқимыз. Ең соңғысын теріс тоқимыз. Ал теріс қатарды еш өзгеріссіз тоқитын боламыз. Қайтадан оң қатарға келген кезде қысқартатын боламыз. Міне оң қатарға келіп біріншін іліп аламыз, бір ілмекті тоқимыз, екі ілмекті бірге тоқимыз. Одан соң осы қатар аяқталғанға дейін, яғни 3 ілмек қалғанға дейін барлығын оң тоқып шығатын боласыздар. Міне бізде 3 ілмек қалды. 3 ілмек дегенде мен ең соңғы ілмекті есептеп тұрған жоқпын, оны теріс тоқимыз. Міне
екеуін бірге тоқимыз, бір ілмекті тоқимыз, одан соң теріс тоқимыз. Яғни осылай өздеріңіз 16 рет қысқартып шығатын боласыздар. Ол дегеніміз біз 32 қатарды тоқып шығасыздар. Яғни 16 қатарды 10 қатарда қысқартасыздар, теріс қатарды еш өзгеріссіз тоқып шығатын боласыздар. Міне осылай мен екі жағын қысқартып шықты. Міне В тәрізді мойын ойығы пайда болды. Қолтық тұстары қысқарды. Тура артқы бөлікпен екі тұсы бірдей болып шықты. Яғни қысқартып алғаннан кейін жоғарғы тұсында еш өзгеріссіз артқы ұзындықпен теңескенше тоқитын боласыздар. Міне қазір біз сіздермен мына сол жақ бөлігін еш өзгеріссіз тоқитын боламыз. Мынау бөлік, сол жақ бөлігі артқы бөлігімен теңескенше еш өзгеріссіз тоқитын боласыздар. Міне біздің жилетіміз толықтай дайын болды. Енді тек аз ғана тұсы қалды. Қазір біз иық тұсын біріктіріп тігіп шығатын боламыз. Бұл жерде еш қиындығы жоқ. Мына көрініп тұрған бөліктерді біздегі бөлікпен біріктіріп аламыз. Сосын екеуін бірге тоқимыз. Одан соң тағы да мына жағынан тоқылған өзі иректеліппен екеуі бірге көрініп тұрады. Соны алып біздегі бір ілмекпен екеуін бірге тоқып шығасыз. Осылай оң және сол иығын біріктіріп тоқып аламыз, тігіп аламыз. Міне алдыңғы артқы бөлігін иық тұсын біріктіріп тіктік. Осылай бізде жилетіміз дайын болды. Енді мына мойнын, одан соң қолтық тұстарын шиектеп 2-2 резинка бойынша тоқып шығатын боламыз. Ол үшін қазір мен сіздерге жіпті қалай алу керектігін көрсетемін. Мына жерде қарасаңыздар, міне ойықтар пайда болып тұр. Солардан кіргізіп алатын боламыз. Міне жібімізді алып шықтық. Одан соң мына қарасаңыз көрінеді, екі ілмектің арасынан мына жерден кіргізіп алып шығамыз. Одан соң бір ілмек қосатын боламыз. Қайтадан мына екеуінің арасынан жіпті алып шығамыз. Мына екі ілмектің арасында тесік тәрізді пайда болады. Соның арасынан жіпті алып шығамыз. Одан соң тағы бір ілмекті қосамыз. Міне тура осылай қайталай бересіздер. Мына ілмектің арасынан жіпті алып шығамыз. Одан соң мына жерде бір бос саңылау секілді тұрады. Соның арасынан бізді кіргізіп шығып жіпті алып шығасыздар. Одан соң бір ілмек ілесіздер. Мойын тұсының ең соңына дейін осылай қайталап жіпті алып шығасыздар. Міне көргендеріңізде осылай әдемі мойын ойығы шектеліп пайда болады. Мына жерге дейін аласыздар. Міне біз алып шықтық. Жинақтап енді 2-2 резинкасымен тоқитын боламыз. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Мына бүкіл мойын тұсын. Біз қазір ілмектің мына оң тұсынан да, сол тұсынан да 4 ілмек іліп шығамыз. Ол бізге қазір барлығын тоқып болғаннан кейін резинка тәрізді қылып 12 қатарды орта тұсын тігетін боламыз. Сол кезге қажет болады. Міне 4 ілмекті ілдік. Оң жағынан, сол жағынан да тура сондай 4 ілмекті іліп алған болатынбыз. Енді 2-2 резинка қылып тоқитын боламыз. Бірінші ілмекті іліп аламыз. Одан соң теріс тоқимыз. Бір, екіншісін, одан соң екі рет оң тоқимыз. Бір, екі. Тағы теріс тоқимыз. Осылай бізде резинка пайда болады. Осыны 14 қатар етіп тоқып шығатын боласыздар. Міне бізде өзімізге қажетті ұзындық пайда болды. Енді біз қысқартатын боламыз. Мына көріп тұрғандарыңыздай теріс жағынан қысқартамыз. Бірінші ілмекті
аламыз. Одан соң міне бірінші ілмекті алдық. Одан соң теріс тоқимыз. Келесі біз екі ілмекті үстінен өткіземіз. Осылай мойын ойығы біткенге дейін қысқартып шығатын боласыздар. Мойнымыз міне дайын болды. Мына орта тұсын енді біріктіріп былай тігіп шығатын боласыздар. Бұл жерде ескертетін бір дүние, мына екі оң жағы мен сол жағындағы екі оң бірге параллель келу керек. Екі теріс дегенде міне осылай тігіп шығасыздар. Оң мен оң, теріс пен теріс сәйкес келу керек былайына. Сол кезде мойын ойығы тұсы әдемі көрінетін болады. Қалауларыңыз бойынша тігіп шықсаңыздар болады. Одан кейін мына қолтық тұсынан тура жаңағы мойын тұсында қалай іліп жіптерді алып шықтық, солай алып шығатын боласыздар. Ілмектің арасынан жіпті алып шықтық. Мына екі ілмектің арасындағы тесіктен жіпті өткізіп аламыз. Бір бос ілмек ілеміз. Одан соң тағы да ілмектің арасынан аламыз. Арасындағы тесіктен жіпті өткіземіз. Жақсылап тұрып өткізіп аламыз. Одан соң бос ілмектен өткіземіз. Бір бос ілмек ілеміз. Осылай қатар соңына дейін қайталап шығатын боласыздар. Бұл жерде қолтық тұсын екі тәсілмен тоқып шығуға болады. Айналдыра отырып тоқуға болады, немесе жаңағы мойын ойығы секілді тоқуға болады. Мен қазір айналдыра тоқитын боламын. Ол үшін мына қолтық тұсынан да жіптерді іліп тұрып алып шығатын боламын. Міне мына тұсынан жіптерді алу барысында тесік қалып қоймау керек. Себебі дайын болған кезде әдемі емес болып көрінетін болады. Сол үшін жіптерді ілген кезде абай болыңыздар. Осылай айналдырып екі резинка қылып тоқитын боламын. Яғни екі оң, екі теріс тоқитын боламын. Одан соң ең соңында жаңағыдай 14 қатар болған кезде жіптерді бір-біріне іліп аяқтап шығатын боламын. Солай бізде жилетіміз дайын болады. Егер де түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырып кетіңіздер, мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын.